Сәлеметсіңдер ме балалар, өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Тақырыбы: мен осындай баламын. Мақсаты: жақсы адам сөзінің мағынасын түсіндіру. Балалар, бүгінгі күнімізді шаттық шеңберден бастаймыз. Бәріміз бірге қайталайық. Біз кішкентай баламыз, өсіп өніп толамыз. Күнге қарай талпынып, көкке қолды созамыз. Қайырлы таң, балалар, қайырлы таң, қонақтар. Балалар, мен сендерге қазір олайықшы осындай дейтін өлең жолдарын оқып беремін. Мұқият тыңдаймыз. Жақсы бала еңбекшіл, ер азамат болады. Қиындықты жеңіп күл, құшағы гүлге толады. Еңбекшіл осындай болайықшы досымай. Таза бала мұнтаздай, сүйсінеді қараған. Ұқыпты деп бұл қандай, жақсы көрер бар адам. Ұқыпты осындай, болайықшы досымай. Балалар, өлеңдегі қандай бала екен деп ойлайсыңдар? Сендер өздеріңді қандай баламын деп ойлайсыңдар? Адамның қандай істері оның жақсы екенін көрсетеді. Айналасындағы көмектесетін адамды қайырымды деп айта аламыз ба? Балалар, енді мынандай мақалды тыңдаймыз. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Бұл былай айтылады, балалар, түсіндіріп айтып өтейін сендерге. Бала айналасындағы, отбасындағы адамдарға, достарына қарап өседі. Олардың жасаған әрбір әрекеті өзінше баға береді. Жақсы немесе жаман екен айырады. Өмірде жақсы азамат болып өсу үшін әр бала айналасындағы тек жақсы қылықтарын үйренеді. Жаман әрекеттен әулақ болады. Соны балалар біз есімізге сақтайық. Міне мынандай ғажайып сөздерді есімізге сақтаймыз. Мен жақсы баламын. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Балалар, әрқашанда осы сөздерді есімізге сақтайық. Келесі енді балалар, сергіту сәті бәріміз бірге қайталаймыз. Досым, досым, жан досым, неге сонша шаршадың? Қане ұста қолымнан, секір, секір, секірші, бір серігіп аларсың. Енді балалар, дәптермен жұмыс, үлкендермен бірге өленді жаттап аламыз. Мен қайырымды баламын, тек жақсылық ойлаймын. Кішілерге қамқор боп, үлкеннің тілін аламын. Осыны жаттаймыз, балалар. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар, балалар.